Шымкентте ата заңның жаңа редакциясын қолдауға арналған кең ауқымды мәдени спорттық шара өтті. Қажымқан Мұңайтпасов атындағы орталық стадионда Ордабасы мен Ертіс командалар арасындағы матч алдында арнайы мерекелі бағдарлама ұйымдастырылды. Жиында Конституцияға енгізілген өзгерістер мен толықтырулардың мән маңызы кеңінен таныстырылды. Елге танымал тұлғалар жұртшылықты референдумда белсенділік танытуға үндеді. Ал стадионның фан аймағында жанкүйерлер үшін интерактивті ойындар өткізілді. Мерекелік кеш эстрада жұлдыздардың концертіне ұласып әсерлі лазерлік шоумен көмкерілді. Әзір спорттық шараларға, мәдени шараларға ел қалай жиылады? Ертеңгі референдумға солай жиылу керек. Солай бару керек. Біздің әр қайсымыздың даусымыз маңызды. Біз елдің ертеңі үшін дауыс беру керекпіз. Мерекелік кеште алдымда 15 наурыз күні келе жатқан осы ата заңымызға кішкене өзгерістер, соны қадірлі халықтың барлығы хабардар болып білу керек деп ойлаймыз. Сондықтан барша осы оңтүстік жұрты, танымал тұлғалар бәрі келіп, жұдырықтай жұмылып, бармақ бірігіп, ине ілігіп, әдемілеп ат салысайын деп тұрмыз.